Қайырлы күн, достар. Дәмі өте керемет әрі нәзік болып шығатын апельсинді пирог рецептімен бөлісемін. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет дәмді болып шығады. Алдымен 5 жұмыртқамызға қантымызды салып миксерлеп аламыз. Теркадан 2 апельсин цедрасын алдын ала өткізіп аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды, қаймағымызды, одан кейін 2 апельсин цедрасын саламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз алдын ала. Одан кейін 1 апельсиннің согын ситадан осылай сығып аламыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін екінші бөлік барлық ұндарды салып, тағы да араластырып аламыз. Мен осындай формаға жасаймын. Егер кекстің формасы болса, соған жасасаңыздар болады. «180 градуста духовкамызда 45-50 минутта пісіріп аламыз. Бізде дайын болды. Менде толық суығанша формадан алу керек. Менде қатты суымады, сәл жылы күйінше формасынан алдым. Үстіне мен осылай қант ұнтағын сеуіп алдым. Арасын қазір кесіп көрсетемін, қалай шыққанын. Менде өзім бір рет жасап тұрмын. Апельсиннің иісі өте керемет шығып тұр. Міне арасын қарап алыңыздар, сап-сары өте әдемі болып шыққан, бір жасағаннан шығады. Видео ұнаса, соңына дейін қарап, пікіріңді қалдырып, лайк басып кет.